өзіміздің бірге араласып жүрген жігіттер зорға демалып жатыр. Сонда денсаулық сақтау министрлігі шынайы статистиканы жасырып отыр ма? Показуха тілік деп айтайықшы. Сұхбаттан кейін бір қара тізімге ілігіп қаламын деп ойламайсыз ба? Не істейді, әрі кетсе жұмыстан бар. Бүгін Азат алаңда Ғабит Нұрханұлы, елордадағы провизорлық аурухананың дәрігері. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Ғабит Нұрханұлы, сіз қазір коронавирусқа шалдыққан науқастар түсетін ауруханада жұмыс істейсіз. Қазір ауруханаларға науқастардың сыймай жатқанын білеміз. Жалпы ауруханада күніге қанша адам қайтыс болып кетіп жатыр? Ресми мәліметтерден күніге 5 адам, 6 адам дейді. Негізінен былай айтқан кезде олардан негізі көптеу. Әр науқас қайтыс болғаннан кейін комиссия отырып, коронавирусы диагнозы бар науқастар коронавирустан қайтыс болды, коронавирустан қайтыс болмады деп екіге бөледі. Сол себепті бізде ресми мәліметтен басқа бейресми жаңағы мәліметтер, олардың сандары өте көп. Сонда денсаулық сақтау министрлігі шынайы статистиканы жасырып отыр ма? Жасырып отқан жоқ, олар екіге бөліп отыр бар жағдайда. Қазір жаңа коронавирус жұқтырғандарды симптомды және симптомсыз деп бөлді ғой. Өлгендерді, қайтыс болғандарды да коронавирустан қайтыс болды, немесе коронавирусты бар болып тұрып, басқа аурудан қайтыс болды деп екіге бөліп отыр. Бізде жоспарды, бізде қайта керісінше бізде максималды төмен көрсетуге тырысты. Ол коронавируспен күрес нұсқауы бойынша кез келген қайтыс болған адамдарды зерттеу керек еді. Бізде оны зерттеу жүргізген жоқ. Бізде тек қана қайтыс болған адамдарды ғана есепке алды. Денсаулық сақтау министрлігі отандық медицина бірқатар кемшіліктер жіберді деп айттыңыз. Соны нақтылаңызшы, қандай кемшіліктер? Расын айту керек. Медицина біздің мемлекеттің ең әлсіз тұсы. Ең әлсіз тұсы. Ауруханалардың жабдықталуы, олар мамандығымен қамтамасыз етілуі, мамандардың білімділік деңгейі, медбикелердің білімділік деңгейі бізде өкінішке орай төмен деңгейде. Оны жасыруына қажет жоқ, ол қазір уже көрініп тұр ол. Именно коронавирустық инфекция сол әлсіз тұстан келіп орып жатыр. Мүмкін біз экономикалық жағынан күшті дамып жатқан шығармыз, бірақ медициналық жағынан біз енді бас көтеріп келе жатқан жерімізден осы ең осал тұсымыз осы жерден бастан орып жатыр. Енді әлсіздік жаңа қателіктер болатын болсақ, коронавирус басталған кезде бізге үлгілі көрсеткен жаңа Қытай Ухан қаласыны 2 айдың ішінде коронавирустан толық құтылғызып, 3 айдың ішінде карантинді ашты. Бұл деген өте үлкен жетістік. Оны жетістікке ешкім жеткен жоқ. Енді бізде коронавирус енді басталып жатқан, бізде пик пандемия деп жасаған кезде бәрі білесіз, мемлекет олар бізге 2 апта келіп бізге сабақ жүргізді, үйретті. Коронавируспен күресу жолдарын қалай істеу керек, қалай қорғану керек екенін. Уханнан келген дәрігерлер ғой. Сол медбикелері бәрі көрсетті, план жоспары келіп құрды, бізге сабақ үйретті, онлайн сабақтар болды. Бірақ нәтиже болған жоқ. Себебі біздің тараптан олардың ұсынған күрес жолын өте қымбат деп есептеді, ол тараптан алмады. Кезінше баяғы ескі Советтік Союзның инфекциямен күресу жолына көшті. Яғни олардың айтуы бойынша бүкіл мемлекетке енді төтенше жағдай жариялады ғой. Бүкіл аурухана, емхана жұмыстың бәрін қойып, жоспарын бәрін қойып, экстренный жедел шұғыл операцияларға айналса, басқа аурулардан бәрі тек қана коронавируспен айналысыңдар дейді. Елде жүрген бар қайтыс болғандар бәрі, неден қайтыс болған тауып, ауырғандар бәрін, бірінші солардан бәрін табу, солармен айналысың, негізі аурулармен айналысыңдар деді. Одан басқа да көптеген шектеулер бар, қорғаныс киімдер, кіретін шығатын орындарды, бәрін қоғамдық орындарды қалай не істеу керек, бәрін жік-жіктеп, бөліп көрсетіп үйретіп кеткен. Үйретіп, бұлардың жұмысы тек қана үйрету ғой. Бірақ оны біздікілер тек оларға шапан жауып, грамота беріп шығарып сағалды да, айтқандарының 30% жасаған шығар. Сонда қытайлық дәрігерлер ауруханалардың бәрін тоқтатып, жауып, тек өте ауыр жағдайларда ғана науқастарды қабылдап, барлық күшті коронавирусқа шалдыққан науқастарды емдейді деді ғой.
түбінде біз осыған келіп отырмыз ғой. Рас айтасыз. Қазір министрлік оны түсінген шығар, не ойлаймын. Қазір соған келдік. Қазір енді жоспар аурулардың бәрі тоқтады да, бүкіл аурухана емхана бүкіл күштің бәрін коронавирусқа жұмсап жатыр, бірақ өкінішке орай уже кеш болды. Себебі ауырғандардың сандары өте көбейіп кетті, жұқтырғандардың саны да өте көп, қайтыс болғандардың саны өте көп, ол жерде күресу өте ауыр. Себебі байқасаңыздар, Қытайда, Ухань қаласында ғана эпидемия, пандемия болды, немесе Москвада болсақ бізде қазір Астанада, Алматыда, Оралда, Шымкентте, Түркістанда, Ақтөбеде жан-жақтан уже бүкіл жерден пандемия басталды. Нағыз пандемия пекенде басталып жатыр дейсіз. Әрине, оның бәрі текке, оның бәрі жанын показуха тірлік деп айтайықшы, оны ешқандай қажет жоқ. Эффект болған жоқ. Эффект болған жоқ, иә. Олар мына жақпен сау адаммен күресіп жүрген кезде ауру адамдар таратқанда, мен сізге айтайын, бұл жерде дәрігерлер, как ана мышеловка сияқты ғой, тышқан осы дәрігерлер, олар бәрі ауырады, келіп дәрігерге келеді. Бұлар бізде ойлады, бәрі тек қана инфекциялық белгілер, жаңа температура түшкіреді деп, жаңа соны күтіп отырып, бір ғана мынандай атшаға ашты да, и сол жерге өздері келеді деп ойлады. А бұлар керісінше жұқтырғандар сырттан айналып, басқа дәрілер жұқтырып жүр. Қанша невропатологтар, кардиологтар, хирургтар, қаншама урологтар, қаншама дәрілер қазір ауырып жатыр. Өте көп дәрілер ауырып жатыр. Қайта инфекциялық жағдайдан гөрі сыртта ауырған дәрігерлердің саны 2 есе көп. Сөйтіп жүрген кезде ауруханалардың бәрі толып қалды. Енді нағыз ауырған адамдарға көмек керек кезде, ол адамдар ауруханаларға жата алмай жүр. Адамдар өз үйінде емделуге мәжбүр. Дәріханадан барып толтырып, қапшықтап, былайша айтқанда, жалпақ тілмен айтқанда, дәрі-дәрмегін сатып алып, өз үйінде емделуге мәжбүр. Қазір ауруханада антибиотиктер таппайсыз. Дәрігерлер бізге айтады, интернеттен оқып алып, өз-өздеріңізді емдемеңіздер дейді. Енді келіп, үйде жатыңыздар, үйден шықпаңыздар. Бұл да о бастағы жоспардың күрес қимылының дұрыс жасалмағанының белгісі ме? Ол жоспардың дұрыс болмаған. Бұлар науқасты, мен білмеймін, қандай адамдар басқаратынын, командующий адам қалай ойлайтынын, жоспар дұрыс болмады. Бекерге қанша адам қазір зардап шегіп жүр. Олар қазір бізде коронавируспен емес, статистикамен күресіп жүрді олар. Жаңағыдай симптомды, симптомсыз деп өлді. Коронавирустан қайтыс болған, коронавирустан қайтыс болған, солармен күресіп жүрген кезде мына жақтан олар көбейіп жатыр. Шын былай бетке айтуға әлі ешкімнің жаңағы жүрегі даулап тұрған жоқ оны. Былай шетелдегідей жаңағыдай мынанша адам қайтыс болды, мынанша адам ауырды деп айтуға бәрін жүрегі дауламайды. Тек қана симптомды, симптомсыз деп максимально халықтың несінен шығуға тырысып жатыр. Бұған дейін адамдармен кездескен кезде менің өз арамда да бар коронавирусқа сенбейтін. Бірінші сұрағы, айтшы, сен таныстарыңның арасынан, тумаңның арасынан осы дертті біреу жұқтырды ма? Жоқ. Бұл саясат, бұл өтірік деген қауесетке сенді. Халық неге сенбеді? Біздің ақпараттық саясаттың дұрыс жүргізілмеуінен бе? Жалпы, менің ойымша коронавирусқа тек халықты ғана кінәлай беруге болмайды. Коронавирусқа сенбеген жалғыз қазақстандықтар ғана емес. Сол Қытайда да сенген жоқ коронавирусқа, Европа елдерінің тұрғындары да сенген жоқ коронавирусқа. Енді коронавирусқа сенбейтіндерді баша 3 топқа бөлуге болады. Бірінші топ ол мүлде жаңағыдай білімі жоқ, жаңа қарапайым нәрсе, вирус бәрін маған көрсетші, вирус бар ма, жоқ па, жоқ, ауру жоқ дейтіндер. Екіншісі ол бизнесінен айырылғандар, жаңағыдай көп нәрсе тоқтады, олар адамдар халықты соған жаңағыдай қарсы шығаруға, олар өздерінің жұмыстан тоқтатуға, олар бүгіндігінше соны пайдаланып қалуға тырысқандар, өздері сенеді бар екенін, бірақ сонда да халыққа вирус жоқ деп айтып соған не сендіреді. Үшінші топ ол енді өздерінің оппозициямын деп жүрген адамдар олар А десеңіздер, Б дейді, олар жоқ, оларға сендіру мүмкін емес. Вот сондай 3 топтың кесірінен коронавирус жоқ, бар деп таралып, енді қазір ондай сұрақ жоқ қазір, бәрінің танысы бар. Қазір алдыңғы шепте дәрігерлер жүр, жалпы
дәрігерлердің өздерінің эмоционалдық көңіл күйі қалай? 3 айдан бері үй көрген жоқ, жер көрген жоқ, жалақы алып жатырсыздар ма, өтемақы беріліп жатыр ма коронавирус жұқтырғандарға? Негізі шаршадық. Шын айтайық, шаршадық. Күнделікті өлім, ауырғандар көресің, ол жас таңдамайды. Жас, кәрі. Өзіміздің бірге араласып жүрген жігіттер зорға демалып жатыр. Енді айлықтарын беріп жатыр, неден жұқтырғандарға ешнәрсе берген жоқ әлі. Қазір көз айтады жаным бәріне басуын өткен сонда эмоционал адам. Енді дұрыс, жалғыз көзіңізге жасалып отырған сіз емес. Сіз мемлекеттік медицина мекемесінде қызмет істейсіз, бірақ ойыңызды ашық айтасыз. Денсаулық сақтау министрлігінің жіберген қателіктерін айтып отырсыз. Бұл шынымен менің ойымша батылдық. Өйткені сіз сияқты адамдар аз, мен сізді бұл жағыну үшін, жалпақтау үшін айтып отырғаным жоқ. Сіз осы әңгімеден кейін, сұхбаттан кейін бір қара тізімге ілігіп қалам деп ойламайсыз ба? Менің кесірім тиіп кетпей ме сізге? Қазақта сөз бар ғой, ауруын жасырған өледі дейді. Нағыз осы коронавирусқа айтылған сөз шығар. Біз оны қазір осылай жасырып, өтірік статистика көрсете берсек, өлім саны көп кетеді. Ал енді мен не істейді, ары кетсе жұмыстан қуарды. Сіз бұны айту азаматтық позицияны деп есептейсіз. Жеке пікіріңіз ғой өзіңіз. Сіздер көп нәрсені сыртынан көресіздер. Мен сіздерге бар нәрсені тек ары кетіп 10% ғана айтқан шығармын, 20% ба, негізі жағдай өте ауыр. Қазір мен айтқаныңызбен, бар нәрсені бай деп айтқаныммен, ертең олар мен аузымды жаптырады айтқан кезде, төбеден шағылдырады, ертең мен кешірім сұратқызады. Енді Алматыда болған жерді көріп тұрсыздар ғой. Дәрігер айтып жатыр жаңағыдай, бір дәрігер басына шығып айтты, бұл өте қиын ауыр деп. Ол шығып кешірім сұратқызды. Кейін екінші дәрігер жаңағыдай WhatsApp-пен таратқан оның бәрі. Енді бізде жаңағыдай, қалай айтсам мынандай медицина болсын, жаңағы не болсын, оның бәрі саясат, жаңағы саясат емес, жаңағы сырты ғана. Тек сырты әдемі болып тұр. Оның ішіне ешкім кірмейді, не істемейді, тек сырты әдемі болса болды. Күресіп жатыр, ақша жұмсалып жатыр, кетіп жатыр. Қалай болып жатыр, нәтижесі қалай болып жатыр. Сіздерге сендіреді, мінекей, сіздер не үшін таралды, оны сіздер кінәлі, халық кінәлі дейді. Сыртқа шықты, таратса біз сіздерді ұстадық дейді. Адамдар өздерінен жаңағы максимально өздерінен кінәні артуға себебі нәтиже болған жоқ қой. Қанша күреске, қанша ақша жұмсалды, қанша адам отырды. Нәтиже жоқ. Ол өте қиын болды басында. Біздіңше нәтиже жаңағы төтенше жағдай жариялады. Мен жұмысқа келемін, есімде. Келемін, жоспарлы операциялар күнделікті жаңағы түк болмағандай. Қайтадан келеміз, қайтадан түкмейтін. Бұнда бұл төтенше жағдай кім үшін ол? Төтенше жағдай не үшін жариялап жатыр? Бұнда егер дәрігерлер жаңағы жұмыс коронавируспен күресудің орнына өзінің жаңағыдай қалай кетсем, жұрттың бәрін жаптырып тастады да, и аурухана өздерінің жоспарлы жұмысын істеп жатыр. Бұл соғыс. Бұл қайтқан кезде адамзатпен жаңағы вируспен соғыс. Бірақ шептің бір шетінде дәрігерлер, мысалы олардың білімдері бар ғой, инфекция таралу, жоғу, емдеу. Ал халық онымен жұмыс жоқ. Оларға тек қана нәтиже керек. Мінекей, осы тұста біздің қателіктер осы жерде көп болды. Дәрігерлер күреспеді уақытысында. 2 ай карантинде ешқандай дәрігерлер күреспеді. Поликлиникалар сол жоспарын қарап отырды, не істеді, бірақ дәр қазіргідей жаңағы бүкіл күштің бәрін оған жұмсамады ешкім. Содан қазір қашқан кезде таяқ жеп отыр қазір. Үлкен қателік сол кезде болды. Сол кезде қазіргі кездегі тактиканы сол кезде басында қолдану керек еді. Қазіргіде емхананың бәрін жасып, халық айтса айта берсін. Сенбесе сенбесін, бірақ мемлекеттің жұмысы халықты қорғау.